Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен заттардың орналасуы деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде 125-ші сабақ, математика пәні 2-ші сынып. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бұл сабақта сен заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренесің. Бірінші тапсырмаға көңіл аударайық. Ненің қайда орналасқанын айт. Міне қараңдар балалар, мына жерде бір үлкен сурет берілген. Ол сурет бөлінген. Әрбір бөліктерге бөлініп тұр. Мына жағынан, сол жағынан қарасаңдар әріптер, жоғары жағына қарасаңдар сандар тұр. Енді қараңдар, астына қараңдар, суреттің астына қарасаңдар, мына жердегі суреттегі қыз, қоян, аю, ат, көпір, мына екі қаз, сосын торғай, ағаш, қайық, үй, әр бөлік жеке-жеке бөлініп берілген. Енді бізге мынаны табу керек. Қараңдар, бізге мынаны табу керек. Бірінші тапсырмаға қарайық. Ненің қайда орналасқанын айт дейді. Балалар, мына жерде үлкен сурет берілген. Суретке қарасаңдар, кәдімгідей бір үлкен сюжеттік сурет, яғни мына жерде табиғат аясы, көлшік бар, үйшіктер бар, әртүрлі заттар бар, жанды жансыз табиғаттың барлығы бар. Енді қараңдар, бұл сурет бір ерекшелігі әртүрлі шаршыларға, торкөздерге бөлінген екен. Суреттің жоғары жағына қарасаңдар сандар, яғни мына әр торкөздің саны бар, және мына сол жағына қарасаңдар әріптер бар екен. Енді астына қарасаңдар, мына суреттегі ең маңызды деген нәрселер, мысалы қыз, қоян, аю, ат деген сияқты мына жеке-жеке мына суреттің детальдары деп айтамыз, бөлшектері деп айтамыз. Соның барлығы жеке-жеке алынып берілген. Енді бізге біздің қазіргі мақсатымыз осы әрбір зат қай жерде орналасқан соны табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бұл жерде бізге мысал берілген. Мысалы, аю 3 шаршыда орналасқан дейді. А 3 шаршыда орналасқан. Қараңдар, А деген сол жақ. Әріп жағынан келеміз. Міне А деген бірінші қатар. Яғни А 3 дегеніміз мына үстінен жоғары жағынан санды қараймыз. Сонда А мен 3-тің келіп тоғысатын, қиылысатын жерін, сол жердегі торкөзде аю орналасқан. Яғни бұл А 3 шаршыда аю орналасқан екен. Енді ары қарай келесін табамыз. Қыз дейді. Бірінші қыз. Қыз Б1 шаршысында орналасқан. Қараймыз. Дұрыс. Б1 шаршыда орналасқан. Қоян Ә1 шаршыда орналасқан. Дұрыс. Аю А3 шаршыда орналасқан. Айттық. Ат Б6 деген шаршыда орналасқан. Арғартай көпір В3-те орналасқан. Дұрыс. Қаз Ә3-те орналасқан. Дұрыс. Екінші қаз Б2-де орналасқан. Торғай А2-де орналасқан. Ағаш Ә6-да орналасқан. Дұрыс. Келесі қайық Ә4-те орналасқан дейді. Дұрыс. Үй В2-де орналасқан. В2. Дұрыс айтасыңдар. Міне В2-де орналасқан. Міне балалар, әр заттың қайда орналасқанын табу деген осы. Мысалы, сендер кез келген бұл өмірде, бұл не үшін сендерге айтып жатыр дейсіңдер? Бұл тапсырманың біздің өмірімізге қандай маңызы бар деп ойлайсыңдар? Мысалы, кез келген заттың бізге маңызы бар. Периметр табудың бізге маңызы бар. Кейін ертең үлкен ер азамат боламыз, үлкен біз мысалы өмір бақи бала болып қалмайсыңдар ғой сендер. Үлкен болып есейесіңдер. Сол кезде мысалы сендер үй тұрғызатын шығарсыңдар. Мысалы бір инженер болатын шығарсыңдар, мүмкін басқа бір маман иесі боласыңдар. Сол кезде сендерге периметр табудың маңызы керек болатын шығар, сендерге. Сол үшін сендерге периметр табуды үйретіп жатырмыз. Ал бұл жерде ненің қайда орналасқанын айт дейді. Оның қандай маңызы бар? Мысалы, былай ойлап қарасаңдар, балалар, ол оңай нәрсе сияқты, айта салам, көрсете салам деген сияқты. Оның не қиындығы бар? Ал шын мәнісінде маңызды, өте маңызды. Бұл мысал үшін біреуге бір нәрсені түсіндіруде маңызды. Мысалы, сендер кейін үлкен адам болған кезде біреуге бір жолды түсіндірудің маңызы бар. Яғни оны нақты, сауатты түрде айта білу керек, қай дүниенің қай жерде тұрғанын. Мысалы, жай ғана өздеріңнің мекен жайларыңды айтудың, сауатты түрде айтудың өзінің маңызы бар,
Мысалы, мен осындай бәленбай, мысал үлкен қаласынан бастайсыңдар, облысынан бастайсыңдар. Мысалы, мен Алматы облысы, Текелі қаласы, осындай көше деген сияқты, мысалы, қаланы атайсыңдар, немесе Талдықорған қаласы, немесе Алматы қаласы деп қаланың атын айтып барып, сол жердегі көшені айтып барып қайтамыз, иә? Яғни көрдіңдер ме? Әр нәрсенің қайда орналасқан дұрыс сауатты түрде айтудың маңызы өте зор екен. Жақсы, келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Бағбан әр гүлзарды жеке қоршамақ болды. Оған ұзындығы қандай қоршау дайындау қажет? Енді қараңдар, мына жерде 4 түрлі гүлзар бар екен. Бағбан, мүмкін ол әр гүлзарға әр түрлі гүл еккісі кеп тұрған шығар. Сондықтан мыналардың әрқайсының периметрі, жаңағы көлемдері әртүрлі екен. Енді қараңдар, мына бірінші, екінші, үшінші, төртінші, осылардың барлығын жан-жағын қоршау үшін қаншама метр қоршау керек, соны бізге табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Әрбір гүлзардың периметрін табамыз да, барлық периметрді бір-біріне қосамыз. Сонда қанша метр, жалпы қанша метр шығады, сол, яғни мына қоршаудың саны болып шығады, ұзындығы болып шығады. Яғни мына жалпы қоршаудың қанша қоршау дайындау керек екенбіз, сол шығады екен. Ол үшін не істейміз? Бірінші, міне периметр табудың формуласын білеміз. 3 түрлі формуласы бар, бірақ мен мысалы А қосу Б көбейту 2, жақшаның ішінде А қосу Б көбейту 2 деген осы формулаға салып есептейтін болам. Бүгін мысалы бірінші гүлзар ұзындығы 5 метр, ені 3 метр. 5 метр қосу 3 метр көбейтілген 2 тең 16 метр. Периметрі 16 метрге тең екен бірінші гүлзардың. Екінші гүлзар периметрі ұзындығы 4 метр, ені 3 метр. 4 метр қосу 3 метр көбейту 2 тең болады 14 метр, периметр 14 метр. Бұл екінші гүлзар. Үшінші гүлзар бізде ұзындығы 7 метр, ені 2 метр. 7 метр қосу 2 метр көбейтілген 2 тең 18 метр, периметрі 18 метрге тең екен. Келесі, төртінші гүлзар бізде шаршы тәріздес екен. Ол үшін бізге шаршының периметрін табудың формуласын жазамыз. Периметр тең А көбейту 4-ке. Бұл жерде 5 метрге тең екен қабырғалары. 5 метр көбейту 4 тең 20 метр, периметр тең 20 метрге тең. Міне балалар, қарандар, периметр тең 16 метр, периметр тең 14 метр, периметр тең 18 метр, периметр тең 20 метр. Яғни мына 4 гүлзардың периметрін таптық. Енді бағбан бізге жалпы қандай ұзындығы, қандай қоршау дайындау керектігін білу үшін осы периметрдің барлығын бір-біріне қосамыз. Мысалы, 16 метр қосу 14 метр қосу 18 метр қосу 20 метр тең 68 метр. Сонда бағбан барлығы ұзындығы 68 метр қоршау дайындау керек екен. Сонда онда мынандай әдемі 4 гүлзар шығады екен. Жақсы, келесі. Үшінші тапсырма. Қарандар, мына жерде өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Ол үшін не істейміз? Қарандар, мына гүл сияқты, иә? Оның күлтелерінде сандар жазылып тұр, ортада қосу 57 деп тұр. Сонда қарандар, мына әрбір күлтешедегі санды 57-ге қосып шығамыз. Бірінші гүлде қарандар. Ол үшін қарандар, міне 24 қосу 57 81 болады. 3 пен 57-нің қосындысы 60, 7 мен 57-нің қосындысы 64, 41 мен 57-нің қосындысы 98, 8 бен 57-нің қосындысы 65, 9 бен 57-нің қосындысы 66, 32 мен 57-нің қосындысы 89. Міне, өрнектер құрастырдық барлығына жалпы. Екінші гүлге қараймыз. Бұл жерде күлтешелерінде сандар жазылған, ортада азайту 9 деп тұр. Яғни мына күлтешелердегі әрбір саннан 9 азайтып шығамыз. 68-ден 9 азайтамыз 59, 12-ден 9 азайтамыз 3, 58-ден 9 азайтамыз 9, 41-ден 9 азайтамыз 49, 41-ден 9 азайтамыз 32, 83-ден 9 азайтамыз 74, 9-дан 9 азайтамыз 0, 100-ден 9 азайтамыз 91. Міне, өрнек осылай құрастырылады, өте оңай. Бірінші сыныптың тапсырмасы, бұл былайынша айтқанда. Арғартай, келесі 4-ші тапсырма балалар, өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықта, оларды оқы, өрнектердің мәнін тап. Енді менің алдыңғы видеоларымды үзбей көріп жүрген балалар біледі, біз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жақсылап түсіндірген болатынмын. Ол үшін не істейміз? Қарандар,
Бірінші қараңдар, 16 қосу 2, 16-ға қосамыз, 12 мен 2-нің бөліндісін дейді. Міне бірінші өрнек. Бұл жерде қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдары келгенде, бірінші міндетті түрде көбейту мен бөлу амалының қайсысы бірінші тұр, сол орындалады, ретімен орындалады. Яғни қайсы? Міне бөлу амалы бірінші орындалады, бұл жерде қосу амалы екінші орындалады, теңдігі 22 болады. Ары қарай 20-дан азайтамыз, 7 мен 2-нің көбейтіндісін. Яғни бірінші көбейтуді орындаймыз, 7 мен 2-ні көбейтіп аламыз. Одан кейін сол санды 20-дан азайтамыз. Сонда 6 болады. Екінші 30 азайту 25, жақшаның ішінде көбейту 2 тең 10 дейді. Осы жерге назар аударамыз. Мейлі қанша жерден көбейту бөлу тұрса да, егерде өрнекте жақша болса, жақшаның іші бірінші орындалады. Мысал 30-дан 25-ті азайтамыз, оны көбейтеміз 2-ке 10 болады. Ары қарай 16-дан 12-ні азайтып аламыз. Мына жерде екінші жерде бірінші амал, екінші амал, сосын оны 4-ке көбейтеміз, 16 болады. Ары қарай келесі 14-ке 16-ны қосып аламыз, бірінші амал, оны бөлеміз 2-ге тең 10, бұл екінші амал. Ары қарай қосу және көбейту амалы берілген, бұл жерде бірінші көбейту амалын орындаймыз. 5 пен 2-ні көбейтемізді, оған 20-ны қосамыз, тең 30 болады. Міне өрнектердегі амалдардың орындалу реті деген осы. Балалар, егер жақша тұрса, міндетті түрде жақша орындалады, жақшадан кейін көбейту бөлу амалының қайсы бірінші тұрса, сол орындалады, одан кейін қосу азайту амалының қайсы бірінші тұрса, сол орындала береді екен. Жақсы, 5-ші тапсырма, енді тиімді тәсілмен есепте дейді. Бұл өте қызық, балалар, қараңдар. Былайынша қарап тұрсаң, мынандай өрнекті есептеу өте қиын сияқты. Ал шын мәнінде бұның тиімді тәсілмен есептеуді үйреніп алсақ, бұл өте оңай. Мысал қараңдар, 45 қосу, 45 қосу, 38 қосу, 5 қосу, 2 дейді. Осыны бәрін бір-біріне қосқан өте қиын. Ал оның оңай тәсілі 45-ке 5-ті қосып аламыз. 45-ке 5-ті қосу бізге оңай. 45-ке 5-ті қоссақ 50 деп бірден айтамыз. Міне 45-ке 5-ті қосып аламыз. Одан кейін 38-ге 2-ні қоссақ 40 болады бізге. Өте ол да оңай. 8-ге 2-ні қосасың 10, 3-ке 1-ді қосасың 4, 3-ке 3, ойдағымен 4 болады, жаңағы 10-ның бірі түсетті. Сонда қараңдар, 45-ке 5-ті қоссақ 50, 38-ге 2-ні қоссақ 40, 50-ге 40-ті қоса саламыз 90. 10-дыққа 10-дықты қосқан әрқашанда оңай, балалар. Ары қарай 6 қосу, 27 қосу, 14 қосу, 3 дейді. Барлығы да қосу. Енді бұл жерде 10-дыққа айландырып алу үшін бірінші қалай тиімді қосамыз? 6-ға 14-ті қосып аламыз. 14-ке 6-ны қосқан оңай 20. 27-ке 3-ті қосамыз оңай 30. 20-ға 30-ті қосамыз 50. Өте оп-оңай. Келесі 12 қосу, 19 қосу, 8 қосу 1 дейді. Ол үшін не істейміз? 12-ке 8-ді қосамыз 20 болады. Ол оңай. 19-ға 1-ді қосамыз 20, 20-ға 20-ны қосамыз 40. Көрінер ме? Тез. Мұны бірден қосып, баған түрінде қосып, басқалайша қосудың қажет жоқ. Тек қана миымызды жұмыс жасатсақ болды. Ары қарай 17 қосу 6, қосу 34, қосу 3. Бұл жерде қалай істейміз? 17-ге 3-ті қосып аламыз 20, 6-ға 34-ті қосамыз 40 болады. 20-ға 40-ті қосамыз 60. Ары қарай 25-ке 5-ті қосып аламыз 30, 42-ге 8-ді қосып аламыз 50, 30-ға 50-ді қосамыз 80. Ары қарай 13-ке 7-ні қосып аламыз 20, 55-ке 5-ті қосамыз 60, 20-ға 60-ды қосамыз 80. Келесі жалғасы 16-ға 4-ті қосып аламыз 20, 17-ге 3-ті қосамыз 20, 20-ға 20-ны қосамыз 40. 9-ға 31-ді қосамыз 40, 56-ға 4-ті қосамыз 60-ға 40-ті қосамыз 100 болады. 18-ге 2-ні қосамыз 20, 21-ге 9, 30, 30-ға 50-ді қосамыз, 30-ға 20-ны қосамыз 50 болады. Міне көрдіңдер ме, балалар? Бұл есеп осылай шығарылады екен. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Бүгінгі тақырып сендерге түсінікті деген ойдамын. Әрқашанда қай заттың қай жерде орналасқанын нақты, сауатты айту бұл өте маңызды. Өздерің үшін де және оны
табатын адам үшін де өте маңызды. Сол үшін соған сауатты түрде айтуға үйрену керек. Оң жағында, сол жағында, жоғары жағында, төмен жағында деген сияқты осындай сөздерді пайдалана білу керек. Енді менің каналым сендерге ұнаса, менің видеоларым сендерге ұнаса, сендерге барлығы түсінікті болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.